Саламатсыздар, құрметті достар. Бүгін біз тағы бір методты талдаймыз. Ол SCORE методы. Ол ағылшын сөздерінен құралған, басқа әріптерінен. S әріпі ол симптом деген сөз. К әріпі ол себептер. O әріпі нәтижелерді білдіреді. R әріпі ресурс және E әріпі эффект. Бұл метод жетістікке жетудің тағы бір методы. Адам әртүрлі жолдармен жетістікке жетеді ғой. Және әр ситуацияда әртүрлі методтар пайдаланылады. Ол былай айтады ғой, бір универсальный формула жоқ дейді. Адам әртүрлі әдістемелер арқылы, өмірінің әр саласында әртүрлі әдістемелер пайдалану арқылы өмірі құралып жатады. Сол поведение, әртүрлі поведениялардан, стратегиялардан, шешімдерден, жаңағы бұл методтарды игеру соларды тез дұрыс жасауға көмектеседі. Енді бұл метод шешім қабылдауда, анализ жасауда, бір өмірінде болып жатқан оқиғаны, ситуацияны өзгерткіңіз келсе, үнемі қайталана беретін бір нәрседен шыққыңыз келсе, осы методты пайдалануға болады. Мысалы, орыстарда айтады, на одни и те же грабли 3 рет басады адам дегенде, жаңағы бір нәрсеге, енді былайша айтқанда, бір шұңқырға 3 рет түсіп кете беретін болса, аяғыңыз мысалы, ол не деген сөз? Сізде бір стратегиялық қате бар деген сөз. Шұңқырды айланып өтуіңіз керек, мысалы, немесе келесі жолы өзіңізге айтуыңыз керек, мен бұл жермен емес, басқа жермен барам деп. Жаңағы анализ жасау адамға сондай мүмкіндіктер береді, жаңағы бір қателіктер жасамауға, және үнемі бір үйреніп қалған нәрселерді жасай бермеуге, өзгертуге, өмірінде қайталанып келе беретін нәрселерді өзгертуге. Бұл SCORE-да сондайға көмектеседі, жетістікке жетуге, және қателікті анализ жасауға, және өзіңіздің стратегия деген жаңағы жүру жолыңыз ғой, жасау жолыңыз, соны өзгертуге. Бұны қалай пайдаланады? Бірінші симптом дейді. Енді симптом деген жаңағы медицина термині ғой. Сіз врачқа келгенде қандай симптом дейді, ыстығым көтерілді дейсіз, жөтелдім дейсіз деген сияқты. Сол сияқты адам бірінші симптом болады. Мысалы, маған мына нәрсе ұнамайды, осыны істей алмай жүрмін. Бір проблемаңыз болады, сол симптомға жатады. Оны бірінші жазасыз. Бұл екінші тренеріңіз болса, жаңағы бұл методты білетін, сол адам сұрақ қою арқылы сізді барлық жаңағы әріптерден өткізіп, стадиялардан эффект дейді. Эффект деген ол результат, бір жақсы бір нәтижеге алып келеді. Ең соңында негізі барлық өмірде, бұл өмірде ең соңында адам бір жақсы нәтижеге жету керек, бір істерін орта жолда қалмай, жаңағы тек қана бір жерде отыра бермей. Сондықтан жаңағы SCORE моделі, бұл модель деп аталады, соны жіктеп береді бізге. Бірінші симптом, мысалы, менде ақша жоқ, немесе мен бір адаммен қарым-қатынасым дұрыс емес деген сияқты. Бірінші сіз соны суреттейсіз. Екінші, біз себептерін табамыз. Ол адам менің бір туысым дейік. Мысалы алайық. Симптом, мен қарым-қатынасым дұрыс емес, оны көрсем ашуланам, немесе мен бір оған ренжісім бар, жаңағы симптомдарыңызды жинақтадыңыз. Екінші, біз себептерге келеміз. Себептері, ол адам мені кезінде ренжітті, бір ауыр сөз айтты, мысалы деймін. Енді нәтиже, сізге қандай нәтиже керек? Ол өкпеден бос болғым келеді, ол адаммен дұрыс қарым-қатынас құрауым керек, немесе ол адам мен өмірімде ешқандай әсер бермесін маған ондай деген сияқты. Енді ресурс, ол ресурс деген қандай құрал жабдықтарым мен жетем деген, ресурсқа бәрі жатады ол. Адамдарды жан-жағыңыздағы ақша, жаңағы басқа құралдардың бәрі ресурске жатады. Білім алу да ресурске жатады, мысалы. Енді сіз ойлайсыз, мен жан-жағымда қандай ресурс бар жаңағы нәтижеге жету үшін? Мысалы, менің бір ақылшы жақсы туысым бар, өмір көрген, мысалы дейікті, бір ресурс сол адам. Мен ол адамнан барып ақыл сұрайын. Екінші, бір психологиялық сабақтар қарайын, өкпені қалай жіберуім керек деген сияқты. Сондай бір ресурстар іздейсіз, құрал жабдықтар жаңағы мәселені шешудің. Ең соңында қандай эффект, қандай нәтиже аласыз? Жаңағы нәтиже ол бақытты болу, мысалы, ана адаммен қарым-қатынас құрайым, немесе ол адам менің өміріме әсер етпейді. Нәтиже қандай болады? Мен бақытты боламын. Енді осы әр сіздің қадамыңызды жіктеу арқылы нәтижеге жетуге болады. Көбінесе адамдар симптомда қалып қояды. Жаңағы бар, проблема бар, жаңағы нәрсе бар. Оны ары қарай
анализ жасамайды, не істей аламын демейді, симптомында жүре береді, мәселе шешілмейді. Ол денсаулығына әсер етуі мүмкін, өміріне әсер беруі мүмкін. Сондықтан бұл метод арқылы жаңағы барлық этаптарын өтсеңіз, бір эффект нәтижеге келесіз. Бұл методтың мәнісі сода. Сіз видеоны қарап отырған кезде ойыңызға бір нәрсе келді ме? Мысалы, менде осындай бір проблема бар еді. Проблемасы жоқ адам жоқ қой, біреуге ақша керек, біреуге тағы басқа нәрсе керек. Богатый тоже плачет деген сияқты, әр адам бір өмірде сөйтіп шығып отырады да, оны біз просто қалай қабылдаймыз, оны қалай жұмыс жасаймыз, шешеміз бе, солай қала бере ма дегендей симптомды алып ары қарай жұмыс жасауымыз керек. Осы білімді игерейін, пайдаланайын деген ниетпен алсаңыз, ниетке де көп нәрсе байланысты, онда сіздің ойыңызға жаңағы нәрселер келеді. Мысалы, менде осындай бір не бар еді ғой, шешілмеген мәселе, мен осы скор методымен анализ жасап көрейінші деген сияқты. Мысалы, көп адамдар себептерін ойламайды. Жаңағы адамға ренжіп қалғанда оның себебі ол адам бір қатты сөз айтты дейік, мысалы да. Егер соны сараптап себебіне кірсеңіз, мүмкін ол адам басқа мағынада айтқан шығар деген сияқты анализ жасасаңыз, мүмкін уже сол кезде сіздің түсіп қалады жаңағы мәселеңіз. Бірақ ол енді анализ жасап, ойын 40 саққа жүгірткенде дұрыс емес. Методты пайдаланғанда четко, конкретно жүріп өту керек те, эмоциясыз, несіз, жаңағындай диссоциациялы түрде алдындағы сабақта айтқандай. Мысалы, себептерін таптыңыз, бір болмайтын себеп болуы мүмкін. Адам кейде өзіне не керек екенін ұқпайды. Мысалы, ренжіп жүр, себебін білет, бірақ айналып келгенде ол не керек оған? Ренжімегені керек па, адамнан араласпаған керек па, немесе бір ақша тапсам дейді адам, бірақ оны одан не істейтінін білмеуі мүмкін да. И айтады, ондай кезде ақша да келмейді дейді. Себебі сіз оны айналып келгенде даже қалай пайдалануды білмейсіз. Енді ол көп қазір коучингтер айтып жатыр, үлкен ақша дейді, большие деньги дейді. Сонда айтады, бір себептің бірі адам ары қарай елестете алмайды дейді ол ақшаны не істейтінін. Сол сияқты, бұл жерден бір-бірінен туындай береді ғой өмір болғаннан кейін. Сол нәтиже жаңағы. Енді ресурс. Біз өзіміздің ресурстарымызды дұрыс пайдаланбаймыз. Мысалы, мен осы видеоны түсіргім келді дейік. Мен не істеймін? Жан-жағымдағы ресурсты қараймын. Инстаграмнан іздедім, Гуглдан іздедім, таныстарымнан іздедім деген сияқты. Мысалы, видео түсіру үшін, монтаж жасау үшін дегендей. Мысалы, менде жақсы ресурс шықты. Бұрын менімен қызмет жасаған адамдар, мысалы, тура сол сияқты жаңа бір журналистпен сөйлестім. Ол да менің ресурсым. Бұрын менен интервью алған журналист, мысалы, ол да менің ресурсым болып саналады. Түсінікті ғой, ресурс деген не? Ақша да ресурстың түріне жатады. Енді ол ресурстың бір түрі. Көбі ойлайды, мен ақшам болса істеймін деп. Негізі олай емес. Ол өзін өзі алдаусырату. Адам ойлайды, мен ақшам болса ананы істейтін едім деп. Негізінде ресурстың басқа да көп түрі бар. Енді егер ары қарай зерттейтін болсақ, жаңағы ораторлық қабілет, шешендік, ол да ресурсқа жатады. Немесе адамның әдемілігі, фотомодель болып жатады, ол да ресурсқа жатады. Сондықтан ресурс деген ол ешқандай бір шектеуі жоқ нәрселер. Просто ойлану керек те, менің қандай ресурсым бар деп. Және эффект дегеніміз, жаңағы эффект, нәтиже. Енді алдындағы нәтижеге қарағанда бұл басқа нәтиже. Бұл одан жоғары тұрған, иерархия дейді, жоғарыда тұрған. Мен осыны бәрін істегенде, ана адаммен қарым-қатынасым реттелгенде, сонда мен не жоғары нәтиже қандай болады? Ол адаммен араласпай кеттім, немесе бәрі жақсы болып кетті емес. Ол адамның тыныштыққа бөленуі, бақытқа кенелуі деген сияқты, негізі эффект сондай болу керек. Немесе ақша табуды біз мақсатқа қойсақ, симптомға мен ақшам жоқ, ақша табам деген қойсақ, келіп аяғында ақша тапқанда не болады? Соны ойлану керек. Мен айтқандай, эффект қандай болады, не істейсің ол ақшаны. Сондықтан осы модельді пайдалану арқылы, сіздің анализ жасау арқылы не жасамай жүрсіз, не жасап жүрсіз, не былайша айтқанда қаперіңізге кіріп шықпайды дейді, бірақ ол бөгет болып тұрған нәрселер, сол арқылы кез келген мәселені шешуге болады. Енді осы ақпаратты білгеннен кейін тағы да ойларыңызға бір мәселелер келді ма, проблемалар шеше алмай жүрген, комментарийға жазсаңыз болады. Біз кері байланыста боламыз. Мысалы, мен орманда бір үй бар дейік. Мен оны аламын да сізге түсіндірем.
қазір барасыз Рысқұлов көшесіне деп, мысалы, сол жерден жаяу шығасыз, орман басталады, 1 километрден кейін оңға бұрыласыз, сол жерде бір үйшік болады, сосын ол жерден солға бұрыласыз, ол жерде бір өзен болады, ол жерден 5 километр жүресіз, сол жерде бір жетесіз, тас бар, тастың жанында байлық бар, мысал дегенім ғой енді. Қалай сіз оны есіңізге сақтап алдыңыз дейік, мысалы. Бірақ ол жерді көрген жоқсыз. 1 жылдан кейін бұны сұраса, сіз ұмытып қалатыныңыз енді 90% ғой. Бірақ екінші бір мәселе, мен қолынан жетектеп алып бардым дейік. Жаңағы орманды көрдік, суды көрдік, үйді көрдік, жаңағы тастың өзіне дейін ойында қалды. 1 жылдан кейін ол жерді енді 70% адам тауып алатын шығар, енді совсем бір ұмытшақ адам болмаса. Ол не деген сөз? Бір рет сіз жолды көрдіңіз, жүріп өттіңіз. Жолды жүріп өту деген мида тура солай жұмыс жасайды. Жаңағы методты есту бір басқа, пайдалану бір басқа. Және оны тренермен, жаттығушымен, жаңағы біз спорт залда қалай өзіміз барып тренажерларды былай тартқанымыз дұрыс па? Немесе тренер келіп, оның жаңағы салмағын регулировка жасап, отыру әдістемелерін жасап, қанша тартылу керегін айтқан басқа ма. Сондықтан негізінде дінімізде де бар, ұстазымыз болсын деген әр нәрседе. Сондықтан қазір енді коучинг тренер деген содан дамып жатқан шығар, адамдар сол әдістемелерді пайдалану үшін. Сіздің өзіңізде өмірде ұстаздарыңыз бар ма? Соны ойланып көрдіңіз бе? Қай салада ұстазыңыз бар? Мысалы, біреу білім саласында, біреу өмірлік санада. Ұстаз деген ол прям бір мұғалім деген нәрсе емес, ол бір ақылшы ретінде, немесе сіз одан үлгі аласыз деген сияқты сондай нәрселер болады. Ойланып көрдіңіз бе, сондай бар ма жаныңызда сондай адамдар? Жетекші бар адамға негізі өмір сүрген жақсы, бірақ жетекшім жақсы болу керек. Комментарийға жазыңыздар, менің жетекшім немесе ұстазым бар мынандай салада деп. Ол да сіздің бір анализ, бір жол салады. Трансформация жасаңыздар, жақсы жаққа ойлау қабілетіңізді, бейсанаңызды бәрін өзгертіңіздер. Осы методтарды пайдалануға Алла насіп етсін. Жақсы күндеріміз көп болсын.